Бүгінгі сабағымызда Орта Азиядағы хандықтармен қарым-қатынасы қазақтардың 19 ғасырдың 40-60 жылдардағы тақырыпты қарастырамыз. Қазақстанның оңтүстік бөліктерінде Орта Азиялық хандықтар Қоқан, Хиуа, Бұхар хандықтары болған болатын. Осының ішіндегі ең ірі Қазақстанның оңтүстік бөлігіне қауіп төндіргені Қоқан хандығы. Қоқан хандығы Арал теңізі маңындағы қазақтарға қарсы шабуылдарды күшейте түскен болатын. 1808 жылы Ташкентті, 1814 жылы Түркістанды басып алған. 1818 жылы Ақмешіт бекінісі Сырдарияның оң жағалауына қарай көшірілген болатын. Бұдан байқайтынымыз Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі негізгі қарсылас Қоқан хандығы болған. Ақмешіт бірте-бірте сауда керуен жолдарының аса ірі әскери бекінісіне айналған. Ташкент, Бұхара, Хиуадан Троицк, Атбасарға, Батыс Сібір қалаларына өтетін көпестердің керуендерін бақылап отырған. Әр отбасы жыл сайын салық ретінде қоқандықтарға 6 қой, 4 арба сексеуіл, 1000 бау қамыс төлеп тұруға тиіс болған. Халық Қоқан хандығының езгісіне қарсы 1821 жылы көтеріліске шыққан болатын. Енді Қазақстанның оңтүстігіндегі Ұлы жүз, ол Қазақстанның оңтүстік бөлігінде қоныстанған, осыларға ең қауіп төндіргені Қоқан хандығы. 1821 жылы қоқандықтарға қарсы көтеріліс басталған. Шымкент, Әулиеата, Түркістан қалаларын аумағын қамтып, оған тентек төре атанған Рүстем төре жетекшілік атқарған болатын. Бұл көтерілісті хиуалықтардың қорлығы мен қысымына шыдамаған қазақтардың бір бөлігі Қарақұм мен Ырғыз өзені жаққа көшуге мәжбүр болған. Арал маңындағы қазақтардың хиуалықтар мен қоқандықтарға қарсы, одан сәл кейінірек Ресейдің әскери күштеріне батыр Жанқожа Нұрмағаметұлы бастаған көтерілісте өзінің нәтижесін беріп, хиуалықтарға, қоқандықтарға Ресей үкіметіне қарсы көтерілістерде болған болатын. Бұл Жанқожа Нұрмағаметұлы мен Есет батырдың бастаған көтерілістерінің аумағы. Жанқожа шекті руының басшысы болған. Бұл суретте Жанқожа батырдың өзінің суретін көріп отырмыз. Карта бойынша Қазақстанның оңтүстік бөліктеріндегі көтерілістер көбінесе Арал маңында болған болатын. Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі Каспий теңізіне қарай орналасқан ханды хиуалықтар, оңтүстік бөліктегі Бұхар хандығы және оңтүстік шығыс бөлігіне қарай орналасқан Қоқан хандықтары Қазақстанның оңтүстік бөліктеріне өздерінің сыртқы саясаттағы негізгі қарсыластарының бірі болған болатын. Белгілі ғалым әрі қоғам қайраткері Тынышбаев Жанқожа туралы былай деп жазады: барлық 300-ге ортақ батыр әрі би. Қазақтардың бостандығы жолындағы атақты күрескер Жанқожа батыр орыстарды да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да мойындамады деп жазған болатын. Көп шайқастардың бірінде өзінің соңына түсіп қуып келе жатқан хиуа жасақтарын тас-талқан етіп жеңіп шығады. Сол жылы өзі де 8 жерінен жарақат алған. Жанқожа батыр туралы көптеген деректерді тарих беттерінен қазіргі кезде кездестіре аламыз. Сол батырдың ерліктері туралы негізгі мәліметтерді тағы да Ресей ғалымдары, кейінірек тәуелсіздік жылдарынан кейін қазақ тарихшылары, тарих зерттеушілері өзінің деректерінде көптеп жазған болатын. Жанқожаның ерлігі туралы ауыз толтырып толығымен жеткізе алатындай қазақтың биі әрі батыры, көтеріліс басшысы. Кенесары туыстық қарым-қатынас Жанқожамен де орнатқан болатын. Кенесары Қасымұлы Жанқожа батырдың қызына үйленген болатын. Атақты батыр 19 ғасырдың бірінші жартысында Хиуаның Қатан
тепкісіне қарсы күрескен хан Арғын Ғазы Әбілғазының ісін жалғастырушы болған. 1836 жылы Жанқожа жауынгерлерімен бірге Хиуа әскерлеріне қарсы күреске шығып, олардың ірі бекініс қамалы 5 қаланы тас-талқан етіп қиратқан болатын. Бұны жаңа қарастырдық. Әрі қарай 1845 жылы Хиуаның құрамында 2000 сарбазы бар ірі жасағын ойсырата Жанқожа батырымыз жеңген болатын. 1847 жылы көтерілісшілер Сырдарияның сол жақ бетіне өтіп, Хиуа бекінісі жаңа қаланы басып алып қиратқан болатын. Жанқожа батырдың көтеріліс кезіндегі соғыс тактикалары стратегиялық жағынан өте мықты көтеріліс басшысы болған болатын. Ол әрбір қамалды жаулап алу барысында көптеген әртүрлі стратегиялық әдіс-тәсілдерді қолданып, көп ұзамай көптеген қалаларды қоқандықтардан да, хиуалықтардан да қиратып, басып алып отырған болатын. Батыр мен оның жақын серіктері хиуалықтар бұрын қазақтардан тартып алып кеткен 3000 түйені, 500 жылқыны, 2000 ірі қараны және 52.000 қойды қайтарып алған болатын. 1856 жылда желтоқсан айында Сырдария қазақтарының Ресейге қарсы қарулы көтерілісі басталған болатын. Ол көтеріліс 1856 жылы басталған. Көтеріліске шыққандардың жалпы саны 3000 адамға дейін жеткен. Көтерілістің орталығы бұрынғы хан ордасы орналасқан жаңа қала болды. Яғни астанасы. Ресей империясының әскери жасақтары Орынбор жақтан Маңғыстауды басып өтіп, яғни Қазақстанның оңтүстік бөлігінен айналып өтіп, Сырдарияны бойлап ілгері қарай жылжып келе жатты. Шекара комиссиясының есебінен жыл сайын 200 сом мөлшерінде жалақы төлеп тұру белгіленген. Оған Қарақұм мен Сырдария жағасындағы Борсыққұм қазақтарының басқарушысы деген лауазымды қызметте ұсынылған болатын. Ресей жоғарғы үкіметі билігінің артынан батырға жасауыл деген атақта берілген. Көтерілісшілер жасағы Қазалы маңына, Перовск бекінісіне таяу жерлерге орналастырылды. 1856 жылғы көтерілісте Қазалы қамалы қоршауға алынды. Жергілікті тұрғындар барлық бәленің басы осы қамалда жатыр деп ойлайтын. Бұларға қарсы Фитинговтың отряды шабуылға шығады. Көтерілісті басып тастауға аттанған отрядты бастап келген Фитингов 300 казак, 320 жаяу солдаттан құралған жазалаушы отрядты зеңбіректермен қаруланған болатын. Зеңбіректер, яғни пушкалар. Жазалаушы әскер мен көтерілісшілер арасындағы шешуші шайқас 1857 жылы Арық балық шатқалында өтеді. 20.000 бастан астам малды айдап әкетілді. Көтерілісшілердің бытыраңқы топтары Қуандарияға қарай шегініп кетті. Одан әрі Бұхара мен Хиуа асуға мәжбүр болды. Яғни бұл Арық балықта болған көтерілістің нәтижесінде көтерілісшілер жеңіліс тапқан болатын. Жеңіліс табуының басты себебінің бірі әрине көптеген көтерілістердің жеңіліп қалуының себебі күштің тең болмауы және де соғыстағы қолданатын қару-жарақтардың тең болмауында. 1860 жылы жазалаушы әскер Қызыл құмның ішіндегі Жан Қара көлінің басында отырған Жанқожа батырдың ауылына қоршауға алады. Батырдың өмірден өтер кездегі соңғы сәтін Мейер бұлай деп суреттеген болатын. Яғни 1860 жылы Жанқожа батырдың ауылына жазалаушы отряд шабуыл жасаған кездегі ең соңғы өлер сәтіндегі бейнесін қарастырсақ. Қарт батыр оқ өтпейтін сауытын киіп, қару-жарағын асынып, үйінен шығып үлгерді. Бірақ аты жоқ екен. Ажалының жеткен жері осы екен деп, ол бір төмпешіктің үстіне аспай-саспай шығып алды да, өз иманын өзі еріп, дұға оқи бастады. Зулаған оқтар көпке дейін оның сауытынан өтпей, тайқып ұшып кері түсіп жатты. Ақырында бір оқ оның мойнына дәл тиіп, қарт батырдың өмірін қиып кетті.
дәл осы сәтті жазған Мейер болған болатын. Сыр бойында қазақтардың ұлт азаттық көтерілісін басқарған батырлардың бірі Есет Батыр. Есет Батыр ағылшын зерттеушісі Булжер Димитриус Сарлс Есет Батырдың өз руластарының патша үкіметіне қарсы күреске жігерлендіре шақырғаны туралы жазған болатын. Ол жерде ат пен қару бізде жоқ деп кім айта алады? Біздің мұхит түбіндегі құмның қиыршығы сияқты көп екеніміз өтірік пе? Өздерін мойын бұрып қарандаршы, шығыс пен батыста, солтүстік пен оңтүстікте қаптаған қалың қырғызды көретіндердің анық. Сөйте тұра, неге біз ат төбеліндей аз ғана жат жерліктерге бағынуға тиіспіз деп өзінің жігерлі сөздері арқылы көтерілісті бастауға, жігерлендіруге осы сөздері арқылы байқауымызға болады. 1838 жылы Есет Батыр Ресейдің Елек бекінісіне шабуыл жасауға қатысқан. 1847 жылдың жазында Жем өзенінің бойында Есет патша үкіметінің жазалаушы әскеріне тұтқиылдан шабуыл жасаған. 1858 жылы өз еркімен Ресей империясының бейбіт келісім жасасу жөніндегі шартын қабылдаған болатын. Есет бастаған көтерілістің басқа көтерілістерден айырмашылығы, бұл көтеріліс толығымен жеңіліс табады, бірақ көтеріліс басшысы өлтірілмейді. Патша үкіметінің билігін мойындап көтерілісті аяқтаған көтеріліс басшысы Есет. Торғай облысындағы Ырғыз уездік бастығының көмекшісі қызметіне кейін тағайындалады. Бүгінгі сабақта осылай 19 ғасырдың 50-60 жылдардағы оңтүстік бөліктегі көтерілісшілердің Орта Азиялық хандықтарға, Қоқан, Хиуа, Бұхарлықтарға, кейін Ресей империясына да қарсы көтерілген көтеріліс басшыларымен танысып, қарастырып шықты.